сіздерге Coral Club компаниясының маркетинг планын түсіндіргім келіп тұр. Басқа компанияларда, мынандай ұзын солды лестница дейді ғой. Мысалы 3%, 6%, 9%, 12, 15, 18, 23, кейбір компанияларда мысалы. Осындай ұзын лестница, бітпейтін лестница. Оған мысалы 3%-тен 23% директор статусына дейін шығу үшін қаншама адам керек, қаншама команда құру керек, қаншама тауар айналым жасау керек. Ал бізде Coral Club компаниясында небәрі директор, алғашқы директор статусына шығу үшін, қараңыздар, 5% сіз ассистентсіз, потребитель ассистентсіз, және 25% директор статусына шығасыз. Енді қараңыздар, сіз өзіңіз тіркелдіңіз сайт арқылы, Coral Club компаниясына алғашқы ЛТО-нызды жасадыңыз, сіз уже 5% ассистент болып табыласыз. Егер де сіз астыңыздан, өзіңіздің реферальный ссылкаңыз бойынша адамдар тіркеватсыз, астыңыздан адамдар тіркеватсыз. Бірақ та осы адамдардың тіркелген балы, мысалы, мына жерде бір потребитель тіркедіңіз, 15 балл жасады. Мына жерде бір потребитель өзіне керек зат алды, 12 балл жасады. Мына жерде біреу 50 балл жасады, мына жерде біреу 100 балға тауар алды. Қараңыздар енді. 15, 12, 50, 100 балл, суммарны қанша мына жерде, 100, 150, 177 балл, 177 балл ғана болды. Енді өзіңіз тоже бір активация жасап, 50 балға жасап қойдыңыз. Сіздің барлық адамдардың балы өзіңіз тіркеген 500 балға толған жоқ, сіз директор емес, сіз ассистентсіз. Бірақ та ассистент болсаңыз да, сіз өзіңіздің реферальный ссылкаңызбен адамдар тіркедіңіз ғой, осы адамдардан каждыйынан 5% аласыз. Каждый тауар айналымынан 5%, 5%, 5% аласыз. Сонда сізде потребитель болғанын өзінде де, өзіңіз мүмкін 50 балл жасамай қойыңыз, бірақ та активация жасап, минимально 12 балға заказ жасап қойсаңыз, уже 12 балл, өзіңіз 12 балға жасасаңыз да, сізге мұнау өзіңіздің ссылкаңызбен жасаған адамдардың тауар айналымынан 5% түсіп отырады каждыйынан. Енді мына жерде есептеуге де болады. Даже потребитель болғанын өзінде де сізге доход түседі.